давайте. Ана шлангыны құдыққа жалғаса шертерге. Жұмыс істесеңдер шайналайындар. Не қарап тұрсыңдар, а? Ана қапшықпен... бол. Жалғасаңдар шайны. Су керек болып отыр. Сендер өрт сөндіруге келе жатсыңдар да, өздерімен бірге неге суларды алып келмесіңдер? Өзінде қылмыс орнына келіп тұрсың ғой өзімен бірге. Қылмыс керек келейін ба не? Бірақ сен өзіңді зор қойдан алып келген шығарсың, Кім, сен ба? Не мен? Сен ба? Не мен? Сен ба шақырған, скорыйды? Тұрым құсап тұрма, сен шақырғанға? Кім, сен шақырған ба? А? Ой, Сен ба звондаған? жоқ, мен түрім өзі осындай. Жоқ, кім звондаған, мен шақырды, кім? Бәріміз осы жерге шақырып отыр ғой. Жоқ, мен бағана бір сағат бұрын келдім, бір сағат бұрын келдім. Бір сағат бұрын? Бір сағат бұрын келдім бұл жерге. Келдім, тұрдым, одан кеттім мен. Сөйтіп? Ой, тұрсам, есіктің алдына машинаны қойдым. Біреу шығып, скорыйдың алдына келіп, машинаңды алып тастап деп қойды маған. Алмайды, не үшін анам бұл скорый қол десем. Мен сыймаймын мына жолға, алып таста деп қой. Сиясың ғой, өте берсеші десем. Сыймаймын, үстім шаң болады деп қой. Неге шаңнан қорған, шаң торырақ қой деймін. Қайтпайды. Екі шаг артқа кетіп, цық, короче. Сосын? Оянсам кетіп қойыпты жүр. Сенді таяқ жегенді мақтанып айтады екенсің да? Орсын орнынан тұрдым да машина отырдым да бастым машинаны гаражға апарып тастадым. Өзім жаяу келдім. Жаяу келдің? Фельдшерің қайда? Фельдшер таксимен келеді қазір. Қорсын тағы таяқ жүреміз ба да? Кім шақырды? Кім болды екен, үшеумізді тыйып адам шақырған. Мен ойым шығар ғой, ложный вызов. Бәрімізді бір жерге жинап, прикол ұстап отыр ғой. Қой. Мүмкін. Өткен аптада ғана мен сөйтіп шақырған біреу. Бір әйел звондап, ойбай, күйеуім мені ұрып жатыр, соғып жатыр, өлтіретін болып тез жетіңдер деп. Ұш, бармайын ба? Сөйтсем, әйел мен күйеуі татуласып аға, телевизор көріп, жатыр. Бекер келдің ба, тұрыңдар, жазыңдар дедім жаңағы. Сөйтіп екеуі отырып жазып жатқан. Сөйтсем, менің атыма жазып етті әйелден. Саған жазып берген. Мазамызды алып деп. Өзің қолыңа наричный тағып, өзіңді әкетіп қалмадың ба бүйтіп? Машина сондай болды. Тура сондай оқиға болған ғой бізде. Абай 32-ден вызып түскен ғой. Срочно келдер, өртеніп жатырмыз деп. Машинаға отырдық, келе жатырмыз, пробка. Абай 31-ден өттік, 33-ден өттік, 34. Артқа қайттық, 31, 33, 34, 32 жоқ. Жоқ адреске шақырған ба сені? Сөйтсем өртеніп кетті ғой. Ой, өртеп сен барған жерден бұл. Ол сен емес. Кеше үйге қайтып бара жатырмын. Сөйтсем пробка. Адамдар жол бермейді ғой. Жедел жәрдемге жол бермейді. Ана жақтан қатын звондап отыр. Тез кел деп отыр. Соны тұрамын да сиренаны қосамын, сирена. Мигалка ма? Мигалка сиренаны қоссаң ана жол береді, бәрі скорый болғаннан кейін бүйтіп ашып береді, кетіп қаласың. О, сиренаны қосамын. И жарты сағат көрші, әлі тұрсың ғой. Жол берген жоқ. Gelmey. Basım çıkarmaya kaldım. Skor yok mu ya? Ya bunlar ne sundu ya? Şimdi davkas var mı? Ciğersen dersin. Şimdi davkas olsa Serena koşmayışın mı? Serena koşup dur koy desem. Kaydak Serena. Döngülüğüne kara deyim. Döngülüğüne karasam mısık kıstırıp kalan koy döngülükke. Gaz baskan sayın. Vay, bunlar nesin? Kaydarsın dene, kaydarsın dene. Kaydarsın dene ya. Sen 5 minutta gelip dedim. Şart saat öttüğü kayakta жүрсің sen. Sen kayakta жүрсің айтшы. Siz mi звондағансыз? Ne boy звондаған сендерге? Жедел жәрдем сіз шақырдыңыз ба? Отырыңыз, не болды? Қай жеріңіз? Не болды? Жүрек па? Қай жеріңіз? Таза ауа керек, терең тыныс алыңыз, терең демалыңыз. Таза ауа керек, аға кішкене дұрыс бағана, ауаның бәрі ұстап тұр қарныңыз. Таза ауа керек, кішкене артыңыз. Кел, демалыңыз. Кішкене терең демалыңыз. Қалай? Демалыңыз, терең демалыңыз. Өкпеге алсаңыз ауаны. Өкпе қай жағында болатын еді? Давление бар ма еді? Жас кезден ба давление? Қазір тоқтаңыз, мына жерде бір тамырлар болушы еді қазір. Күнге көрінбейді да мұны қазір. Сен аппарат бір нәмесін тексермейсің ба бұнасы емес? Аппараттың бәрі фельдшерде кетті ғой. Сен кімсің? Водительмін ғой скорыйдың. Фельдшер қайда? Қазір таксимен келе жатыр. Ойбай, құрыдым ғой мен. Тоқташы, құрыттайды, не болды? Біттім ғой мен, құрыдым мен. Тоқташы,
тоқта. Сен өзің байқамай адам өлтіріп қойған жоқсың ба? Одан да ауыр. Одан да ауыр түсінесің ба? бір жер өртеніп жатыр ма? Одан да хуже. Ойбай, одан ауыр не болады? Ей, тоқта! Кішкентай башпайың дуалға соғып алдым да бүйттік. Деп қалдым ба? Шындағын ұрып алдым да бүйтіп бұрышқа шындағын тік деп тоқ ұрдым ба? Или тамақ жеп атып сөйлеп атқанда ұрдым тістеп алдым ба? Шағай, не айтып кеттіңдер сендері? Енді? Ашылып кетті. Не ашып кетті дейді? Қай жер ашып кетті? Біттім. Операция ашып кетті ма? Жасаған қылмысың арты ашылып қалды ма? Шағай. Пештің қақпағы ашылып кетті ма? Шағай. Не ашып кетті? Өзім айтайыншы, жұмыста отқам. Ойында еш нәрсе жоқ. Жұмысын жасап отырып, қасымда мына бір құрғыр су тұрған. Жұмысын істеп отырдым да суды аштым да ішіп бердім ғой. Мына су ма? Так, тоқта. Ұрланған су ма? Қазір отпечатка аламыз мынадан. Жоқ, ұрланған емес. Уланған су шығарды бей. Уланған Уланған су ішіп қойдың ба сен? Ей, отыр, уланған су ішіп қойдың ба? Сен ей, сен деген. Тоқта, ішектердің бәрінен сен тазалау, кишечник полный тазалау керек. Клизма жасау керек. Ой, шлангын бәрі фельдшерде кетті ғой. Пожарный, сенде шлангы бар емес? Бар ғой, бар. Ондай емес. Ей, оразайдым аузым ашылып кетті дей. Не едім дейді? Оразайдым аузым ашылып кетті. Өй, оразаны аузым ашылып кетті дейді? Сені қызық адам екенсің ғой, сен тоқташы. Сен мына суды ашқарынға іштің ба сен? Иә. Ашқарынға ішіп қойып тұрсың ба? Иә. Өй, сен ашқарынға іштің ба? Неше рет іштің? Байқамай 4 рет ішіп қойдым. 4 рет ішіп қойдың? Той, сен деген сен білесің ба? Ашқарынға 4 рет ішіп қойдың. Не болады білесің ба сен? Не болады? Не болады саған? Ең жүрген кезде ішің деп жүреді десің ба? Жатқан кезде бұрын соң еще газ қой мынау, газбен. Енді сен білесің ба, сөйлеп отқан кезде арасында Тоқтаңыз. Тәте енді ақшасын төлесеңізші енді, тәте көп сөйлемей. Өзім білеме! Таксистсің ба, өз орныңды біле! Төлеңіз ақшасын. Төлейм! Нөміріңді айтшы, жалмауыз! 8776. Дальше айтшы! 196-7202. Рахмет. Ауа райы өзгерсе бағалар көтеріп шыға келеді екен. Кеше ол Алматыда жер сілкінген кезде мына тұрған жерге 20 мың сұрап, айуан десе. Бұл кім? Бұл кім? Бұл ма? Біздің үйде жалмыз... Біз фельдшер ғой, фельдшер. Кім больной? Мен жазылып кеттім. Жоқ, жазылып кетті. Аяқ астынан жазылып кетті. Ауырып отқан жоқ екен, бұл ашин. Не шағырған ғой, су ішіп қойыпты ашин. Ауыз ашып кетті оразада соң. Біз шағырып тұрғын мынау. Сен больнойсың ба? Главное, резкий движение жасама, просто. Медиктердің не қатысы бар сенің аузың ашылып кеткеніне? Соны айттым мен де, біз сен не істейміз сен, біз шақырып алдың, аузың ашып, аузың тік береміз ба сен? Енді мына жерде жазылып тұр ғой енді. Ораза денсаулыққа пайдалы деп дұрыс па? Ал мен аузымды ашып жібердім, мен денсаулығыма зиян тиеді ғой. Ой, оған енді полицияның не қатысы бар еді оның маған, оразаға? Ай, мына жерде қылмыс деп тұр ғой, мұны қылмыс. Мыналар жарайды. Өрт сөндірдің не қатысы бар, Мен не үшін шақырдың? Қалай не қатысы бар? Мына өмірде көп күнә жасаған, ана өмірде отқа өртенеді дейді ғой. Ол жақтың өртін өшіре алмайды ғой ол. Соны айтамын. Су жалғайтын шланг іздеп, жалты шланг жалғайтын жер іздеп жүреді ғой жақта да.
не істеймін мен? әр нәрсенің өзінің колл-центрі болады ғой. Сол сияқты звондамайсың ба өз мамандарына? Мен сендердің қалған номерлеріңді білемін ғой. Басқа кімге звондаймын мен? Оны басқа тұратын ештеңесі жоқ бар ғой. Ол нөмір іздеп жүретін де керек емес. Ол нөмір бәрі біледі. Бәрі біледі. Молда, мешіт дегендердің нөмірі ол андай болады. 7, 13 деген сияқты болады ғой. Сен қайда білесің? Келісімдар емеспіз ол. Сондай өмір. Өзі арнайы соған жауап беретін мамандар болады. Звоныш маманына. Біздің мама қаяқтан біледі? Ей, мына журналында тұру керек солардың номерлерін қарау керек қой дұрыстап. Жоқ қой, таба алмаймын. Тұр ғой міне бір колл-центр деп тұр ғой міне. Звондамайсың ба осыған міне? 22-11 дейді. Хикмет Ревел қаржылық компаниясы дейді. Олар біле ма, білмей ма? Білмеймін қазір. Білетін шығар сөйтсеңдер. Мен қаяқтан білемін Қазір оны. тауып беремін. Ассалаумағалейкум, жігіттер. Уалейкумассалам. Тура жолдың ортасына тұрған қызыл машина кімдікі? Менікі? Жолдың ортасына тұрған қызыл машина кімдікі деймін? Менікі не болды? Сен қайда? Сен машинаң қайда? Сен машинаң қайда деймін, білемін. Аға, мен жаяу жүрмін, аға. Неге жаяу жүрсің? Мен жаяу жүрмін, аға. Жетері! Жет атаң жедел жәрдемнен жәбір көріп пе еді сенің? Не болды? Не болды? Араласпай. Өзім білеме? Білмейсің не? Аяғын аспаннан келтіріп жіберейін ба? Кешірім сұра! Араласпа телефонға Сүреме, өзім білеме? Қойма машинаны жерге, бір жалмауызға бір жалмауыз табылады екен ғой şimdi. Не болды? Қорқып. Соны айтамын. Кім қорқып? Аунап. Аға телефонға түсіріп жіберші деп. Кім аунап? Ол алғашқы көмек дейді оны. Жедел жәрдем өз-өзіне көрсетеді дейсің. Алғашқы көмек. Не қорқып жүрсің? Қорқып жүрсің. Көрер едім сен. Жедел жәрдем істесең. Бұрындарым науқасқа бір нәрсе оқымаса екен деп қорқып келетінбіз. Қазір өзіме бір нәрсе оқымаса екен деп қорқып келетін болдық қой. Тұр ғой міне жерде міне колл-центр дейді. Қазақстан мұсылмандар діни басқармасының колл-центрі дейді. Звондасаңдаршы мына. Мына жерде 33-30-30 деп тұр ғой. Вообще киел емес қой мынау. Соны айтам. Келсем болмам тұр ғой. Ой, ондағы колл-центр деп жазылып тұр ғой міне. Звондашы давай. Сонда. Точно соған звондаймыз ба? Қазір аэропорттан адамдар келіп тұрмасын тағы. Теріс. 33-30, Ал кетті. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракату. Үшеумізге бір амандасты ғой. Алейкум ассалам, көке жағдай былай ғой, үшін бізде. Сізді Қазақстан мұсылмандар діни басқармасының колл-центрі тыңдап тұр. Мына мен тыңдап тұрған жоқ қой. Робот қой енді ол. Қой, робот па не мынау? Еді? Робот па мынау? Роботтар намаз оқып кеткен бау жүйне. Рахматулла, баракат деп отыр мынау. Біз әлі оқымағанбыз ғой, мына роботтар оқып кеткен ба? Автоответчик ол сондай. Тыңдашы. Қазақ тілінде сұрақ қойғыңыз келсе, бірді басыңыз. Если хотите задать вопрос на русском, нажмите 2. If you wanna ask a question in English, press 3. Үш тұғырлы тіл саясаты бар ма сонда? Бірді бас. Жоқ. Үшті бас. Молдалардың ағылшынша сөйлеген вообще естімеппін. Ерге отырсың ба? Бас бірді бас. Егер ораза туралы сұрақ болса, бірді басыңыз. Міне. Махыр туралы сұрақ болса, 2-ні басыңыз. 4 әйел алу туралы сұрақ болса, 3-ті басыңыз. Үшті бас, я. Жай, бас, ашын просто не алмаймыз біз, өзің ашын, хотя бы шет жағын болсын, бас, ашын просто бүйтіп. Жай, бас, ашын. Маған керегі бір ғой. Бәрін аузың ашып кетті ғой, үшті бас, ашын просто. Тыңдайсыңдар, көп кешмер. Үшті бас не айтады екен? Тыңдайық конкретно. Үшті бас шеш. Бас үшті. Бас. Саған не жоқ, Сен 7 күннің 4-еуін таяқ жеп больницада жатасың ғой, Сен үшін жұма деген ол қасиетті черный пятница ғой. Сен садақаның өзін қарызға беріп жүрген адам емессің ба? Бірінші сен ана 4 әйел дегенше 4 кредитін жауып алшы, жарай ма?
Yok просто... Что ж? Бұл сұрақ бойынша барлық операторлар бос емес, күте тұрыңыз. Айттым бірді баса салайық деп. Күте салайық енді. Күтейік. Басып қойдық қой енді. Ақыр басып қойдық күтейік еді. күтейік айтайыншы. Көптен бері білгімге жүреді. Сіз де күтесіз ба аға? Иә, не ол? Жоқ, біреу машина қойып кетпей ме жолға? Неге қарап қойып? Жұмысың болмасын. Күтейік не етеді? Операторлар босады. Төрт әйел алмас бұрын екіні басып, махыр туралы біліп алыңыз. Бір әйелдің мақырына бере алмай жүргенде бұл да мақыр туралы. Қоймамаш! Не болды? Нең бар бізге звондап, Адам болса таяқ жеп қалайын деп қалды қой. Так, болды, бұл түсіндің ғой. Бұдан кейін мына жердегі номерді аласың да, осыған қайта звондай бересің, болды, солар жауабын айтады. Күте тұрсаңдаршы. Соңында дейді, біліп алайық та. Кешіріңіз болды. Байқамай қалдым. Астағфиралла. Сонша атылғанды мен жағамнан ұстап. Скорыйды ойлап қалдым, болды ке, кешіріңіз. Скорый көрсең ұра бересің ба деймін? Кішкене тақияма қарамайсың ба? Кешіріңіз. Адам деген мынау Рамазан айы, мейірім айы, сабырлы болу керек қой. Сабыр түбі сары алтын дейді бауырым. Адам деген сабырлы болу керек. Мына дүниедегі ең күшті адам кім өзі? Хабиб. Бұл дүниедегі ең күшті адам кім? Айтшы. Макгрегор ма? Бұл дүниедегі ең күшті адам өзінің ашуын жеңген адам. Яғни сабырлы адам. Ашу дұшпан, ақыл дос дейді бауырым. Сондықтан сабырлы болып жүру керек. Жақсы барыңыз ғой. Олтеке, өз еріңді дұрыс емес қой. Жолдың қақ ортасына қойып кетеді, өте алмайсың. Бажағына келіп біреудің үйі өртеніп қалса не болады? Мен жаяу жүрмін деймін ғой. Дұрыс қой, сол скорыйдың ішінде сенің анаң отырса не болады? Құдай сақтасын. Құдай сақтанған сақтайды бауырым. Сондықтан олай болмайды, сабырлы болып жүр. Бауырым маған арматура керек еді. Молдеке, болды, арматур керек емес, Молдеке. Болды, сабырлымын, қойдым бәрі, Молдеке. Сабыр туралы айтып, арматура сұрағаныңыз бір түрлі болды ма? Қоя беріңіздер, любой жерге машина. Мен болдым, Молдеке. Молдеке сіз болмасаңыз болмайды ғой нешеден. Не істеп жүрсіз? Бәрі қолдан келгенше, енді сіздің жұмысыңыз еді ғой, бәрі бітті ғой. Соңғы үмітін адайғықтадың өзіне, бітіре алмай қалды болды. Сіз келу керек еді, сіздің жұмысыңыз ғой, біз не істейміз? Көзіміз бақырайып тұрдық. Бітті, не істеу керек екенін білмейміз. Тыныштық па? Тыныштық болса, осылай тұрамыз ба? Молдеке, сіз өзіңіздің жұмысыңыз, мамандығыңыз ғой, осы жерде. Сіз тұрмайсыз ба сіз? Ағыз өзіңіз болатын жерде келіп болмайсыз ба енді? Қарапайым халық деген қаңырап қалдық қой. Кетті ғой, бітті ал, бітті. Не болды? Ал кетті ал, не болды? Үлкен кісмеді? Қайдар жап-жас қой, жап-жас. Ой, неден кетті? Судан кетті ғой, судан кетті қап тұр ғой. Алла. Ай, жаназасын оқыдыңдар ма? Ондайды жаназа оқи ма не? Оқиды ғой. Алар бірінші келді оқыдыңдар ма сендер? Оқыған жоқ, білмейміз оқи алмаймыз ғой. Оқи алмаймыз ғой. Оқымадыңдар? Сол үшін айтып тұрмыз ғой, сіз келмейсіз ба деп. Ең болмағанда аузынан су тамыздыңдар ма? Қайдағы 4 рет ішіп қойған ғой өзі. Алла. Ой, тұрап тұршы, мына жақта проблема шешілмей жатсақ деймін. Бүйтіп қарамайсың, көшеге шығып бір шулап айғайлап жатқан жерлерге өзіңіз бара бермейсіз ба? Қалай барасың? Қайықта енді қайда барамыз, не қыламыз, не істейміз? Қайда? Не ғой, кімнің жаназасы болып отыр? Сенкін оқу керек еді дейді ғой бағана. Не үшін менің оқиды жаназаны? Бітті дейді сол жерден, бітті деп. Қайда? Болды айтып тұр ғой, тыңдасайшы енді айтып тұр ғой. Имеге, мен тірімін ғой, қайдағы жаназа? Қайтыс болған жігіт осы ма? Осы ғой. Қайтыс болған емес жаңағы, не болған ғой? В общем, имеге жағдай былай. Жұмыста отқан. Қасымда мына бір су тұрған. Ойында еш нәрсе жоқ. Жұмыс істеп отырдым да суды алдым да байқамай ішіп қойдым. Аузым ашылып кетті, ораза едім ғой. Ой, ашық ауыз. Мыналардың не қатысы бар оған? Соны айтамын, бәріміз дүрліктір. Бәріне звондап честен бастап. Қаланың серенасын қосам дейді, әрем тоқтатты қылмын. Мен осылардың ғана нөмірін білемін ғой, басқа ешкім нөмірін білмеймін. Ана не үшін шағып дейші, каскысы қалың.
Пожарный шақырдым ғой. Ішіндегі суды сорып алады деп ойладым ба? Не шақырдым? Ой, бауырлар, осыған арнайы жауапты кісілер бар ғой, сұраққа жауап беретін 33-30-30 деген мына Қазақстан мұсылмандар діни басқармасының нөмірі бар. Соған хабарласпадыңдар ма? Звондадық. 3 бос емес дейді. Операторлардың бәрі занят дейді. Те оператор занят дейді. Эфиколының ішінде көрісіп бүнейген соң. Бәріміз тұрмыз, күттіріміз, маңызды сұрақ қойып адыңыз. Бос емес дейді. 3-4 адам қойып қоймай ма сол жерге? Ең главный сұрақ қойып адық қой. Сонда 3-ті бастыңдар ма? 3-ті басып адырмыз, бос емес болып адыр. Оны жауап береді ғой негізі. Айналайындар, енді қайтеміз енді. Мына сұрақ қоюшы адамдардың дәрежесі сол болып тұр ғой, 3 болып тұр ғой енді. Не істейсің оған? Дәреже емес, арманы сол десеңші, арманы сол. Деңгейі сол ғой басқа. Арман деңгейі сол десеңші, арман деңгейі. Бауырлар, енді қараңызшы. Мына кісінің нөмірін білесіз, скорыйды. Иә? Жатқа білесіз ғой мыналарды? Иә? Сол сияқты енді одан да маңызды. Ертең ақыретіңе керек нөмірді білу керек қой. Енді ол мысалға мына тал бесіктен жер бесікке дейін сенің өміріңе жауап беретін, мына екі дүниеге жауап беретін имамдардың нөмірін ең алғашқы білуіміз керек, бауырлар. Сақтап қойымыз керек, ойымызға түйіп жүруіміз керек. Енді қараңызшы, шыр етіп дүниеге келгеннен бастап, азан шақырып атыңызды қоятын кім? Бұл имам. Иә? Ертең сүндетке отырғызған кезде пайғамбардың жолымен, сүннет жолымен нұсқайтын бұл имам. Ертең екі жас бір-бірімен табысып жатса, ақ некесін қиып, адалынан етіп беретін бұл тағы да имам. Құдай сақтасын енді. Екі жас кішкене ұрсып қалып, ажырасуға дейін барып жатса, екеуінің ақыл айтып екеуіне дұрыс жолға нұсқап, некесін адалынан жаңартып беретін бұл тағы да имам. Енді Құдай сақтасын. Ертең өмірден өтіп жатсаңыз, соңғы сапарға арулап жуындырып шығарып салатын бұл имам ғой. Сондықтан ең маңызды осының өмірін білу керек, бауырлар. 33-30-30 жаттап жүріңіздер, жақсы ма? Кез келген маңызды сұрақтарыңызға жауап береді иншалла. Ал енді сіздің сұрағыңызға келетін болсақ, жаңағы қалай болды? Әдейі іштіңіз ба, жоқ? Байқамай ішіп қойдыңыз ба? Мен байқамай ішіп қойдым. Шын айтам. Байқамай 4 рет ішіп қойған Олай емес. Біз келмегенде 5-ші ішіп қойын деп қалды ғой. Олай емес. Байқамай ішіп қойдыңыз. Иә. Егер әдейі ішсеңіз, әрине бұзылады. Ал байқамай ішіп қойсаңыз, ештеңе етпейді. Сол жерден тоқтатасыз да, әрі қарай оразаңыз жалғастыра береді. Одан оразаңыз бұзылмайды, аузыңыз ашылмайды иншалла. Ештеңе болған жоқ па сонда? Ол байқамай ішіп тұр ғой. Аузым ашылған жоқ, оразам. Жоқ. Ой, әйел десең. Онда қойшы. Тағы не болды? Тағы не болды? Тағы жерін ашып кетті. Үйдегі дастархан не болады? 20 адамға жайылған. Молдеге? Дастархан несі? Кешке ауыз ашарға 20 адам үйге шақырып қойған ғой. Аузым ашылып кетті дедім ба, бәрін қайтарып жібердім. Ой, яп-топ-топ. Ондай тамақтың бәрін лақтыруға болмайды далаға. Солай да. Обал болады ғой. Ол тамақтарды лучше жаңағы ужин ішпеген адамдарға берген дұрыс деп естігем негізі. Қой, сен тоқта, сен сонда не? Ауыз ашарға жайылған дастарханға бармақсың ба? Не болады екен? Сенің аузың ашық қой, сен қалай ауыз бекіткен дастарханға сен ашық ауызбен қалай барасың сен де? Ойбай, біздің ауылда бара береді ауыз бекітпесең де ауыз ашарға. Қалай отырасың ана жер? Ауыз бекіткенде арналған дастарханда ашық-шашық аузыңмен қалай отырасың ана жерде? 2-3 рет барсаң үйреніп кетесің өзің. Қой, айналайын. Қалай ұят болады? Анау Темболиқа не деп барады анау? Басында қалың газ кісімен землеге. Не болды? Құдай қаласа ұстаймыз ораза. Қой, ұстаймын не сен? Ұстай алмайсың деймін. Неге ұстай алмаймын? Ұстай алмайсың. Ұстай алмайсың. Далада деген жан тұрады күн. Анақтан өрт болып жатады. Іш жан тұр, сырт жан тұр. Сен аузың берік, қолында да шлангы бар. Суыңмен, су шашып жатқанда сен деп шашып жатқан аппетитің ашып кетпей ме ана суға қарап? Құдай қаласа ұстаймыз. Оның үстінде биылғы болған өрт бар ғой. Тәубемізге келтіріп қойды ғой. Анау өрт сөндіретін бар ғой, техниканы көрсем бар ғой. Дұғадан басқа еш нәрсе көмектеспейді о жерде.
қой енді мынау енді через қой деме? шление ма енді өртеніп жатқан кезде бүкіл пожарниктер дұға жасап отпайтын жердер бүйтіп дұғамен от өшіреміз деп сәл нәрсе болса дұғамен өйтеміз дұғамен бүйтеміз бәрі дұғамен шешеміз деп дұға қой Жоқ, дұрыс қой енді, қой сен енді бауырлар дұға бұл мұсылманның қорғаны дейді. Кез келген жақсы нәрседе дұғамен жүру керек. Дұға біраз нәрсені шешеді бауырлар негізі. Сондықтан бәріңізге айтарым дұғамен жүріңіздер. Жақсы бауырлар, мен асығыс едім, мына бір медресеге бір 10 штук арматура жетпей тұрады, соны берсеңіз мен кете берсем. Қаншадан болады жаңағы? Молдеке, үйде 20 адамға дастархан жайылып тұр. Осы әдем әңгімеңіз үйге барып айтпайсыз ба? Қабыл болсын бауырым, мен ана жақта да күтіп отқан адамдар. Молдеке, сіздің арматурыңыз бәрі мына өзіңіздің қолыңызда тұр ғой. Реттеп береді ғой. Скидкасымен реттеп берем. Өзімнің атынан медресе ме тағы да қосып берем. Молдеке, уайымдамасаңызшы. Барайық үйіне барайық. Дұға қабыл болды ғой жігіттер. Қош. Жаңа мешіттен шығып бара жатып, бір арзандау беретін бауырлар болса, әумин деп шыққанда мына беріп тұр ғой скидкамен. ой дұғаны не жазбайыншы, мен де стройка жасап жатыр едім. Болды, үйретемін өзім иншалла. Молдеке, барамыз ба? Жүріңіз онда, кіріп шығайық Алла бұйырса. Тұра тұрыңдар. Мен әйеліме бір звондап алайын, болды. Қой, бармай қой, болды, белгілі болды. Әйеліме бір звондап алайын, денсаулық білесілай, мінәзе. Білем, керек бармай қой. Бірден айтып бармай қой. Қазір барғаннан кейін бекері кіргізбей қойды, әйел қырғын болып далада тұрамыз бәрі, үйді айналып ішінде болады. Ойнайсың ба, ойнауғашасың ба, деп жүрем. Керек жоқ, бар. ондай мағынада емес. Молдеке, айтсаңшы, өзіміз олыңыз үй жаққа баратсаң, әйелімен күтіп алады, алдында пожарный келеді, полиция келеді, скорый еще ең алдында имам келе жатса, әйел шошып кетеді ғой. Еще сен бүйтіп көтеріп алайық бәріміз. Қойшы, жаман шақырмашы. Жүр, мен сопровождение Жүріңіз. Бар, ашпасам бола ма, аузымды ашпасам бола ма? Болады ғой, иншалла, аузыңыз беріп қоя. Жоқ. Просто ашып үйренейін деген ғой бірінші. Егер нормальный болса, кейін бекітем ғой. Онда жүріңіз онда, айтайын сізге. Жүріңіз, болады иншалла.